Қайырлы күн достар, менің аты жөнім Әсем Бұхай, мен бала тәрбиесі жөніндегі маманмын. Алдыңғы видеода мен шарт қою туралы айтқан болатын. Енді бүгін ақыл жайында айтайын деп тұрмын. Адам негізі шарт қоймас бұрын бірінші ақылды қолдану керек. Бізге Алла тағала бізді жан-жануарлардан ерекше бізге ақыл берген екен. Біз мысалы жануарларда да бар, тамақ ішу, көбею, алдынан бері айтып жүрме, көбею, ұйықтау, қыдыру. Мысалы тамақ ішкенде жануарлар ұқсап ішіп отыра беруге де болады, жануарлар ұқсап жүре беруге де болады. Бізге ақыл бергеннен кейін біз ерекшеленгеніміз жануарлардан бізде ақыл екен. Жалпы ақылды дұрыс қолдану. Қалай ақылды дұрыс қолдануға болады? Біз ақылды не үшін, кім үшін қолданып жүрміз деген сұрақты қоятын болсақ, біз дұрыс қолданған болып есептеледі екенбіз. Кім үшін біз қолданамыз ақылды? Әрине Алла үшін. Ол кезде шарт болмайды, және емдену болмайды. Біз Алладан ештеңе күтпейміз. Ал біз бір нәрсені ақылымызды, мысалы мен жүрме, балаларды сабақ оқытып жүрме, сонда нәтиже үшін баладан дейтін болсам, автоматты түрде менде нәтиже болмайды. Алла үшін деп бастай айтын болсам, мен одан ештеңе күтпеймін де, өз жан тәніммен Алла үшін деп беріліп, жәнегі сабағымды беріп, әлгі баладан нәтиже шығады. Өзімнен көрген тәжірибеме сол сияқты маған көп сұрақтар қойып жатады. Әйел мен еркектің арасындағы қарым-қатынасы, бұнда да бірін-бірі емдену. Мысалы әйел күйеуін менің күйеуім деп емденіп алады да шарт қоя бастайды. Ана жолы айттым, шарт қою емденген кезде шарт болады. Бізге Алла дене бергенне, денеміз біздікі, дене біздікі, оны уақытша, мысалы Алладан алып тұрмыз, үйді де уақытша, баланы да, күйеуді де, ата-ананы да уақытша. Біз бәрібір оны бір күні уақыт келгенде қайтарамыз. Сондықтан не нәрсені емденуге болмайды екен. Бізге қалайда бір оны емденіп алатын болсақ, бізге сынақтар беріле бастайды. Бізде қиындық туады екен. Қиындық тумас үшін біз жәнегі сұрақ қою арқылы, кім үшін, не үшін деген сұрақтар арқылы біз оңай шеше алады екенбіз. Хадисте айтылған, не қиындатпаңдар, жеңілдетіңдер, оңайлатыңдар деп. Сол үшін бәр нәрсе оңай, оңтайлы берілген екен. Қиындататын біз өзіміз. Көп адамдар және маған сұрақ қойған кезде, және нәпсіңізді, жаңағы ашу-ызаңызды қалай тізгіндейсіз, қалай біреуді жамандауға болмайды деген сұрақтар көп келеді. Нәпсіні тізгіндеу үшін ең бірінші адам өзінің жәнегі кім үшін істеп жатырмын деген сұрақты қою керек. Алла маған бір қадам жасасаң, мен саған 10 қадам жүгірем деген. Сондықтан кім үшін жасап жатырмын, не қандай да мәселені сұрақ қою арқылы шешуге болады. Оны мысалы басқа жолыңыз деп шешуге тырыссаңыз, ол қиындай түседі екен. Сондықтан ең оңай түрі оны біз кім үшін жасап жатырмыз деген сұрақ қою керек. Бізді құлшылық жасау үшін жаратты. Құлшылық дегенде көбіне намаз ғана деп ойлайды. Негізінде құлшылық деген сізді Алла миссияңызға кім қылып жаратты, сол бағытта құлшылық ету. Соны өзіңіз әйел адамсыз ба, әйел ретінде өзіңізді қабылдау, ол да құлшылыққа кіреді. Құлшылықтың түрлері көп, білім алу, ол да Аллаға деген бір құлшылығыңыздың белгісі. Біреу үшін істесең, нәтиже күтесің. Біреу күйеуім үшін істей салайын десең, міндетті түрде жәнегі нәтиже күтесің, күйеуіңнен рахмет күтесің. Жоқ деген, Алла үшін істесең, Алладан ештеңе күтпейсің. Маған көп келетін сұрақтардың бірі, бұл енді қарыз, кредитте менің өзімнің ойым түйгенім, жалпы адам кредитті алған кезде ол маңдай термен, қарызы маңдай термен болмағаннан кейін ол адамға жұқпайды екен. Сондықтан осыны адам түсінген кезде қашан, сол кезде өзінің маңдай термен тапқан ауыл ақша өзінікі болмағаннан кейін ол адамға жұқпайды. Жалпы Алла үшін болған кезде не нәрсе оңай, оңтайлы шешім
біз баланы да емденіп жатамыз, баладан емденіп, баланы істемей қойды, бүйтпей қойды, сөйтпей қойды деп жатамыз. Оны баланы ренжитін болсақ, ол баланы біз емденіп алдық деген сөз. Жалпы баладан біз тәрбие үйрете алмаймыз, баладан керісінше тәрбие үйренеді екенбіз. Ол қалай? Сол жайлы білгілеріңіз келсе, маған комментарий жазып, лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Келесі жолы айтатын боламын. Рахмет.